Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін 10-шы бөлім 9-шы 10-шы сабақтар, жаңа әлемдегі жаңа саяхаттар және бізде бүгін 8-ші және 9-шы тапсырмалардың жауабы. Алдымен балалар, біздің арнамызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Балалар 8-ші тапсырмада рөлдік ойын берген екен, мәтін мазмұнына сеніп, журналист пен Қазақстандағы туризм саласының маманы арасындағы сұхбатты көрсетіңдер дейді. Сұхбатта сын есім сөздер қолданылсын дейді. Міне балалар, мен осындай нұсқа дайындап қойдым, яғни мәтін мазмұнын журналист пен Қазақстанда туризм саласының маманының арасындағы әңгімеге кірістіреміз. Осы нұсқаға қарап сіздер өз нұсқаларыңызды дайындаңыздар. Және ішінде міндетті түрде сын есім сөздерді қолданыңыздар. Келесі 9-шы тапсырма, бұл жерде жарнама, яғни жұптық жұмыс дейді, интернет материалдарын пайдаланып, демалушыларды шақыру мақсатында өздерің тұратын жердегі бір көрікті мекенге жарнама жасаңдар дейді. Енді балалар, сіздер Қазақстанның қай аймағында тұрасыздар, ол жерде қандай көрікті мекен бар, сол туралы біліп алыңыздар, және сол жерге жарнама жасайсыздар, яғни демалушыларды шақырасыздар. Мен өткен сабақтарда мына үлгіні берген болатынмын, соны қайтадан жазып қойдым, яғни Іле Алатауының етегіне атпен саяхаттауға шақырамыз деп. Яғни сіздер осыған ұқсатып, өздеріңіз тұратын аймақтағы керемет бір демалатын жерге жарнама жасасаңыздар болады. Мысалы, бұл жерде Іле Алатауының етегіне қалай саяхат жасау керектігі көрсетілген, яғни атпен саяхаттаймыз дейміз, және бұл ұлттық табиғи саябақ екен туралы айтылған. Бұл жерде нені көре аласыздар? Мысалы, жергілікті ландшафтарды көруге болады, жабайы табиғатты көруге болады деген сияқты, тарихи орындарды көруге болады деген сияқты мәліметтер бердік. Және серуен қай уақытта жасалады? Мысалы, 8:00-де шығып, кешкі 18:00-де қалаға қайтып келеміз дедік. Сіздер де мүмкін бірнеше күн қалатын шығарсыздар, сол туралы жазсаңыздар да болады. Бағасы туралы мәлімет берулеріңізге болады. Бағаның ішіне не кіреді? Мысалы, біз 2 бағытта тасымалдау, жол, нұсқаулық, басқа кетін дулыға секілді мәліметтерді қостық. Сіздер де өз нұсқаларыңызды осыған ұқсатып жазсаңыздар болады. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.